Бүгін біз көз тию туралы әңгімелер айтатын боламыз. Сәлем достар, менің атым Аңсар, менің каналыма қош келдіңіздер. Білесіңдер ме, ешкімнің дүниесіне сұқтанып қарауға болмайды. Неге екенін қазір айтатын боламыз. Алдымен менің каналыма лайк басып тіркеліп қойыңдар, сонда мені жоғалтып алмайсыңдар. Достар, менің каналымда өте қызықты хикаялар бар, соны жәймендеп қарап шығыңдар. Ендеше әңгімемізді бастаймыз. Ертеде Бекжан деген кісінің өте сүтті биесі болыпты. Оның қымызы бүкіл ауылға жетеді екен. Ол биесін жұрт көрмейтін жерде сауады екен. Бір күні биесін жасырын салып жатса, бір топ кісілер келе жатыр екен. Бекжан жұрттың көзін биеге емес тасқа түссін деп, тасты алып шелектің ішіне тастап жібереді. Кісілер жақын келіп Бекжанға сәлем береді. Ішінен бір кісі биеңді сауып отырсың ба, иітіп отырсың ба деп сұрайды. Сонда Бекжан иітіп әуреленіп отырмын дейді. Бәсе, біз де солай ойлап едік деп жолаушылар кетіп қалады. Жолаушылар кеткесін Бекжан шелекке қарайды. Сөйтсе бағанағы тас ортасынан қақ бөліпті. Осылайша соқ көз тасқа тиіп, бие аман қалыпты. Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады деген сөз осыдан қалыпты. Тіл мен көзден келетін бәлені ескеріп, әулие даналар сұқтанып қарама, кесіліп таңданба деп өсиет қалдырыпты. Достар, сендерге менің әңгімем ұнаса, лайк басып, достарыңмен бөліс. Келесі жолы мен саған бұдан да қызық хикаялар айтып берем. Келесі кездескенше сау болыңдар, білімді болып өсейік. Қалай? Ай гөлик, ай гөлик, ай